Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сыныптың адам және табиғат сабағы басталуға әзір болды. Сендер оқулық, дәптер, қаламдарыңды дайындап, мұғалімдеріңмен бірге сабақты бастайық. Өткен сабақта біз магнит туралы, өзіне қандай материалды тартады, қандай материалды тартпайтын туралы зерттегенбіз. Енді біз магниттің басқадай бір қасиеттерін зерттейміз. Балалар, мынау магнит. Өткен сабақта біз көргенбіз. Мұғалімдерің магнитті үлкейтіп тақтаға орналастырсын. Алдыңғы сабақта біз магнит, темір, металл заттарды тартатынын білгенбіз. Олай болса, сол темір нәрселерді магнит қай жерімен, қай бөлігімен артық тартады екен. Ендеше магнит мына бөлігімен артық тартама, мына бөлігімен артық тартама, немесе мына бөлігінде ма, тіпті мына бөлігінде ма артық тартуы мүмкін бе? Барлығымыз мына тәжірибені жасап көрейік. Олай болса, мұғалімдерің арнайы дайындаған табаққа темір қысқышты салып әкелді. Және де өткен сабағымызда керектенілген магнитте бар. Ал балалар, тәжірибеге назар аударайық. Магниттің қай бөлігінде темір қысқыштар көп тартылып тұр, қараңдар. Олай болса, магниттің орта бөлігі қысқыштар тартпады. Мына жерде тартпады. Керісінше ұшы немесе шеткі екі бөлігімен көбірек тартып берді. Мұғалімдерің темір қысқышты былай белгілесін. Олай болса, магниттің темір қысқышты артық, яғни көп тартып тұрған мына бөлігін магниттің үйегі дейді екен. Түзу магнитте үйегі екі ұшында болады. Балалар, таға пішінді магнитте үйегі қай жерінде болады деп ойлайсыңдар? Әрине, темір қысқышты көптеп тартып тұрған бөлігі үйегі болады. Енді тәжірибе жасап көрейік. Қараңдар балалар, алдыңдағыдай магниттің екі ұшы темір қысқышты артық тартты. Ендеше таға пішінді магниттің де үйегі екі ұшында болады екен. Олай болса, магнитті неге мынандай екі өңмен ажыратып берген деп ойлайсыңдар? Ол үйегін ажыратып бергендігі. Олай болса, магниттер үйегімен қалай әсерленетінін келесі тәжірибеде анықтайық. Тәжірибеде мұғалімдердің арнайы жасалған таяқшаға тесік магниттерді өткізіп, төмен қарай сұқ саусағымен басайын. Қолымды босатқанда қандай өзгеріс байқадыңдар? Мұғалімдерің қайтадан басып көрсін. Неге магниттердің арасында алшақтық пайда болды? Неліктен бір-біріне жақындамай итереді? Алғашқы көрсетілген магнитті қызыл және көк өңмен ажыратып берген. Сол сияқты дөңгелек магниттерді де қызыл және көк өңмен ажыратқан. Ең үстіңгі магниттің қызыл үйегі төмен қараған. Екінші магниттің қызыл үйегі жоғары қараған. Олай болса, бірдей өңді үйектер бірін-бірі итеруі мүмкін. Мұғалімдерің осы магнитті аударып салып көрсін.
Балалар қалай болды? Қарама-қарсы үйектер бір-біріне тартылады екен. Осы тәжірибені үлкен магнитпен жасап көрейік. Менде түзу магниттен екеу бар. Бірдей үйектерін жақындатып көрейік. Қайталап қараңдар. Қайталап қараңдар. Итеріп тұр. Олай болса, қарама-қарсы үйектерді жақындатып көрейік. Олар бір-бірін тартты. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Бірдей үйектер тепсіп, қарама-қарсы үйектер тартылатындығын түсіндік. Мұғалімдерің магнитті үлкейтіп, тақтаға ілсін. Бірдей үйектер өзара тепседі. Менімен бірге дәптерлеріңе сызып, белгілеп алыңдар. Тепсетін үйектерді былай белгілейік. Мен тепсетін үйектерді тақтаға ілдім, екі меңзерді екі жаққа қаратып сызайық. Тақтаға магнитті ілді, меңзерді екі жаққа қаратып сыздық. Осы бойынша дәптерлеріңе сызып белгілеп отырыңдар. Олай болса, қарама-қарсы үйектер қайтушы еді? Тартылады. Ендеше меңзерді бір-біріне қаратып сызамыз. Қорытынды жасап айтсақ, бірдей үйектер тепсіп, қарама-қарсы үйектер тартылады екен. Бүгінгі сабаққа байланысты біз бір ойын ойнайық. Ол үшін мұғалімдерің кішкентай ойыншық машинаға магнитті орналастырды. Бұл машинаны қол тигізбей қалай қозғауға болады? Мұғалімдерің машина жүретін жолды да дайындап қойды. Машинаны жолдың үстіне қояйық. Машинаға магнит орналастырғандықтан, маған да бір магнит керек болды. Бірдей үйектер тепсіп, қарама-қарсы үйектер тартылатындықтан, машина алға ілгерілеп, артқа шегінетін қозғалыс жасайды. Олай болса, бәріміз ойнайық. Магниттің тартылатын және итеретін қасиеттерін пайдаланып, алдыға жүргізу үшін бірдей үйектерді керектенейік. Ал ендеше кейін шегеру үшін қарама-қарсы үйектерді пайдаланамыз. Бұл ойынды үйде тәжірибе жасап ойнауға болады. Мұнда үйдегі үлкендердің көмегімен қауіпсіздік ережесін сақтап ойнаңдар. Мұғалімдердің қолында үйектері белгіленбеген магнит бар. Осы магниттің тартылу және тебісу үйегін өзіміз ажыратып көрейік. Дөңгелек магниттің де үйегі жалпақ жағында болады. Мұғалімдердің арнайы қызыл және көк қағаз дайындаған. Үйегі белгілі магниттің қызыл үйегін жақындатайық. Тартты. Дөңгелек магниттің бетіне қараған жағы көк түсті болса, келесі беті әрине қызыл түсті болады. Дөңгелек магниттің бетіне қараған жағы көк түсті болса, келесі беті әрине қызыл түсті болады. Осыны тексеріп көрейік. Тебісуге тиіс.
Бүгінгі сабақта біз магниттердің өзара әсерлесуі жайлы зерттеп білдік. Бүгінгі сабақ барысын белгілеген бір оқушының дәптерін көрсетіп отырмын. Дәптерде тәжірибе және оның нәтижесіне суреттеп бейнелеп жазған. Достарыңның дәптерінен үлгі алыңдар. Біз бүгінгі сабақта магнит және оның қасиеттері жайлы біліп таныстық. Сендер тәжірибе жасағанда қауіпсіздік ережесін қатаң ұстанып, кішкентай бауырларың және өзің магнитті ауызға салуға болмайтынын қатаң ескеріңдер. Осы туралы кеңейтіп білгілерің келсе, оқулықтың 28-29 беттерін өз беттеріңмен қарап көріңдер. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.